Саламатсыздар ма? Эфирде апта жаңалықтары. Бүгін біз Қазақстанда қарашаның аяғында өтетін кезектен тыс президент сайлауы жайлы айтатын боламыз. Елде сайлау науқанына дайындық қалай жүріп жатыр? Кандидаттар кім? Халықтың, қоғамның пікірі қандай? Осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. 21 қыркүйекте халыққа үндеу жолдаған Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев кезектен тыс президент сайлауын 20 қарашаға белгіледі. Сайлау қарсаңында президент бастамасымен Конституцияға өзгерістер енгізіліп, президент өкілеті 7 жылдық бір мерзіммен шектеді. Орталық сайлау комиссия өкілдерінің мәліметінше 2022 жылдың 1 шілде күні жағдай бойынша елде 11.827.277 адамның дауыс беруге құқығы бар. Сәйкесінше әрбір кандидатта өзін қолдайтын кемінде 18,2 мың қол болуы тиіс. Кандидаттар төлейтін жарна көлемі 3 миллион теңге. Сайлауға бюджеттен 20,5 миллиард теңге қаражат бөлінеді. Қаржы үкімет резервінен алынады. Қазақстанда президенттіктен үміткер кандидаттарды ұсыну 23 қыркүйекте басталып, 11 қазан кешкі сағат 6-да аяқталады. 30 қыркүйекте түстен кейін Астанада ауыл партиясының съезі өтіп, партия атынан президент сайлауына қатысатын кандидат мақұлданды. Саяси кеңес мүшелері кезектен тыс президент сайлауына Жигули Дайрабаевты ұсынып, партия мүшелерінің барлығы дерлік ұсынысты қолдады. Сайлауға құқығы бар. Сондықтан мен бір кандидаттың атын атап түсін түстеп, ол кісілер жөнінде мен ешнәрсе айтпаймын. 1 қазанда Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының атынан президент сайлауына Нұрлан Әуесбаев қатысады. Мұндай шешім 1 қазанда партияның Астанада өткен съезінде қабылданды. 3 қазанда халықаралық Астана ғылыми кешеніне қарасты экономикалық зерттеулер институтының басшысы Мейрам Қажыкен Аманат Қазақстан кәсіподақтары достастығы атынан президенттікке кандидатқа үміткер ретінде ұсынылды. 5 қазанда ауыл партиясының кандидаты Жигули Дайрабаев пен Польша азаматы белсенді Балли Мажес 5 қазанда орталық сайлау комиссиясына президенттікке үміткер ретінде құжаттарын өткізуге барды. Орталық сайлау комиссиясы Дайрабаевтың құжаттарын қабылдап, Мажестің өтінішін кері қайтарды. Қазақстанда президенттікке 40 жастан асқан мемлекеттік қызметте немесе сайланбалы мемлекеттік қызметте кемі 5 жыл жұмыс істеген, кейінгі 15 жылда елде тұрған адам үміткер бола алады. 5 қазанда президент Қасым-Жомарт Тоқаев белгілі бір ұйым емес қоғамдық саяси күштер коалициясы атынан сайлауға қатысатынын мәлімдеді. Тоқаев әртүрлі республикалық бірлестіктер мен партиялардан үміткер болу туралы ұсыныстар түсіп жатқанын алға тартып, бірақ нақты ұйымнан сайлауға түсуді жөн көрмейтінін жеткізді. 6 қазанда билік партиясы Аманаттың кезектен тыс съезінде мәжіліс спикері партия төрағасы Ерлан Қошанов саяси ұйым атынан президент сайлауына қатысуға кандидат ретінде Қасым-Жомарт Тоқаевты ұсынды. Оның ұсынысын барлығы бір ауыздан қолдап мақұлдады. Ал мемлекет алдында тұрған ұлы мақсат мұраттарға қол жеткізу үшін бізге лайықты көшбасшы керек. Сондықтан президенттікке үміткер ретінде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты ұсынамын. Ақ жол партиясы кезектен тыс президент сайлауында Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдайды. Партия жетекшісі Азат Перуашевтың айтуынша бастапқыда сайлауға түсуге 6 адам ниет білдірген. Алайда кейін олардың саны белгілі себептермен қысқарған. Қазақстанда ресми тіркелген 5 партия бар. Ресми Астана партия құру талаптарını жеңілдеді дегенмен 2019 жылдан бері елде бірде-бір саяси партия тіркелген жоқ. Біз сайлаудың қаншалықты әділ өтетінін, кандидат ретінде кімді таңдайтынын көшеге шығып халықтан сұрап көрдік. Халықаралық және жергілікті тәуелсіз байқаушылар Қазақстандағы бірде-бір президент сайлауына ашық әрі әділ өтті деп баға бермеді. Мен қазір бармаймын. Сенбейсіз? Сенбеймін, таза өтірік. Үміткерлер танисыз ба? Біреуін де танымаймын, Тоқаевтан басқасын. Басқаларын өзім ойлаймын, клоундар, әдейі подставналар. За Токаева. Почему? Он же сейчас современный краш молодежи. И, в принципе, мне нравится, что он делает. И он сейчас очень такой, очень мудрый мужчина. И, в принципе, я очень не совсем разбираюсь в политике, но, в общем, он мне импонирует. Пока три человека. А кого знаете? Я забыл уже фамилию. Вчера я не работал. Политика Токаева очень правильная. Во-первых, сейчас в стране всякие по WhatsApp смотрим, всякие против него выступают. Поэтому народ, знаете, немножко раздробленный. Но я всем своим родственникам, всем друзьям говорю, что проголосовали за Токаева. Возраст, который прожили уже, всякие уже режимдер, да, всякие. Социализм, коммунизм, все нас не дает. Проблемы много. Считаю, что голосование пройдет справедливо. Я голосую за нашего президента, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев.
каждый кандидаттың ойын қарап, информациясын тыңдап өтередім. Сосын бұрынғы істеген жұмыстарын қарап жауап береді. Останется это Касым-Жомарт Токаев, потому что ему надо свое дело до конца довести. Вот. И о тех новых, которые кандидаты, даже не знаю, кто там. Конституцияға енген соңғы түзетуге сәйкес елде президент 7 жылға сайланады және одан кейін қайта сайлауға түсе алмайды. Сарапшылар Тоқаев алдағы сайлау арқылы өз билігін күшейтіп алуды көздейді деп топшылайды. Әзірге кезектен тыс президент сайлауы жайлы айтарымыз осы. Келесі аптада кездескенше.